Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте сабақтың уақытын қалай өзгертуге болады? Ол үшін сол жақ мәзірдегі онлайн сабақтар, яғни сабақ кестесіне кіру қажет. Редакциялау кнопкасын басып, сіз керек сабағыңызды таңдап, қарындаш батырмасын басыңыз. Бұл жерде сабақтың тақырыбы берілген, сіз сабақтың күнін өзгертуге болады. Сабақтың күні демалыс күніне түспеуі тиіс. Сабақтың басталу уақыты мен аяқталу уақытын көрсету керек. Біз қазақ әдебиеті пәнінен сабақты 23 қыркүйекке 10-нан 11-ге дейін бекіттік. Сақтау батырмасын басамыз. Енді сол күнді тексеріп көрейік. 23 қыркүйек біз бекіткен уақытқа сабағымыз бекітілді. Сабақ кестесін сақтау үшін артқа батырмасын басыңыз.